13-ші есепке келетін болсақ, үш цифрын үш рет қолданып, ең үлкен санды өрнектеңіз дейді. Енді бұл жерде вариантпен келтіресіңдер. Иә, вариант. Мысалы, ең үлкен 3,33 деген, енді бұл ең кішісі болып тұр бұл жерде. Бұл кетеді, бұл боламайды. 333 те боламайды, өйткені мына 33-тің кубы дегені өзі 33-ті 33-ке көбейтетін болсақ, міне қарап тұрсақ, 9, 9, 9, 9, мынау деген 9, 8, 1089. Ол 33-тен көп. Мына жауаптардың біреуі болады. Үштің мынандай жерде былай болады. Егер міне жақша тұрса, 27-нің кубы деп оқисың. Жақша жоқ болса, онда 3-тің 27 дәрежесі деп оқисың. 3-тің 27 дәрежесі 3-тің 33 дәрежесінен кіші. Сондықтан С жауапта бізде ең үлкен болмайды. Сөйтіп бізде 33-тің 3 дәрежесі көп па, әлде 3-тің 33 дәрежесі көп па деген сұраққа жауап беру керек боламыз. Ол үшін мына 3-тің 33 дәрежесін бүйтеміз. 3-тің 11 дәрежесінің 3 дәрежесі. Сонда қарап тұрсақ, 33-тің 3 дәрежесі, 3-тің 11 дәрежесінің 3 дәрежесі. Мына 3 дәрежелері бірдей болып тұр. Сонда 33 көп па, 3-тің 11 дәрежесі көп па? Әрине 3-тің 33 дәрежесі, 3-тің 11 дәрежесі көп болады, өйткені 3 көбейту, 3 көбейту, 3. Мынаның өзі 81-ді беріп тұр. Ары қарай тағы да оны 7 рет 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде мына сан үлкен болады. 3-тің 33 дәрежесі үлкен болады. Д жауабы дұрыс болады. Бұны 13 бізде Д, 13 мінекей рандом депсің, Д депсің. Яғни бұнымен жұмыс жасау керек. Дұрыс жауап бергенсің, бірақ жұмыс жасау керек болады. Есеп осылай шығады.